Ата-аналарға оқушылардың мектеп формасын таңдауда ерік беріледі. Бұл не деген сөз? Жаттап алыңыздар. Мектеп әкімшілігі болсын, директор болсын, облыстық басқарма немесе аудандық білім бөлімі болсын, мектеп формасын белгілі бір жеткізушілерден алуға мәжбүрлей алмайды. Оны кім айтты десе, оқу ағарту министрлігінің мектепке дейінгі және орта білім комитеті төрағасының орынбасары Жомарт Қарамбаев деп жауап беріңіздер. Цитата: ата-аналар кез келген киім жеткізушісін таңдай алады. Бастысы ол талаптарға сай болуы қажет. Егер мектеп формасын алдын ала сатып алсаңыз, ештеңе етпейді. Оны киме деп ешкім тыйым сала алмайды. Оның айтуынша, ата-аналар өздеріне ұнайтын форманы да, оны тігіп беретін компанияны да өздері таңдай алады. Бірақ мектеп формасының түсі туралы түпкілікті шешімді әр мектепте бар ата-аналар қауымдастығы, қамқоршылық кеңесі